Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мини орама нандардың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ыдысымызға салқын су, тұз, сұйық май барлығын салып жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейміз. Салафан қалташасына салып, 15 минутқа иін қандырып қоямыз. Салмасына фаршқа соқтап турылған пияз, картоп, дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді иі қанып тұрған нанымызды екі бөлікке бөліп, жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайылған нанымыздың үстіне сұйық майымызды жақсылап жағып, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп аласыздар. Ортасына дайындап қойған салмамызды жұқалап жайып орналастырып, рулет тәріздес етіп ораймыз. Видеода көрсетілгендей барлығын дайындап алғаннан кейін майланған манты қазандарымызға орналастырып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша үстінен кішкене сұйық май жағып жіберуді де ұмытпаңыздар. Қайнап тұрған суымыздың үстіне салып 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Қалауларыңыз бойынша үстінен пияз бен сәбізден подлив жасап ұсыныңыздар, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.